Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Қазақстан Республикасы мемлекеттік орталық музейі көптеген жылдар бойы музейлік іс-шаралар аясында сәндік қолданбалы өнер бойынша түрлі шеберлік сабақтар ұйымдастырып келеді. Құрметті көрермен, бүгін шебермен сырласу жобасы аясында сіздердің назарларыңызға ұлттық қыш өнерінің майталманы, осы бағыттың танымал суретшісі, Қазақстан дизайнері одағының мүшесі Мусаев Алиасқардың қыш өнері бойынша шеберлік сабағын ұсынады. Аталмыш шеберлік сабақта шебер қыш өнерінің құпияларын ашып, қол өнерінің нәзіктігін сезінуге мүмкіндік береді. Мен Мусаев Алиасқар Исламұлы. Бүгінгі мастер-класста музеймен қарым-қатынас туралы әңгіме қозғайық деп отырмыз. Біз музейде балалар мен студенттермен көбірек боламыз. Сол кезде болып жүргенде мастер-класстар ылғи мейрам кездерінде, бір шақыру үйлерінде музейде көп тіршілік істейміз. Балаларды осындай еңбекке тарту мағынасында балаларға қыштың жағдайын айтуға сондай бір кездесулер жақсы өтеді осы музейде. Сондықтан мынандай мастерскойда Таңсықбаев атындағы училищеде біраз студенттердің тіршіліктерін қалай біз жұмыс істейміз, соның бір мағыналы бір несін көрсетейін дегенімде, міне біз глинаны дайындадық, музейде де осылай істейміз. Дайындағаннан кейін енді столмен тартамыз. Бірінші ортан тарту бізде ылғи балаларға осылай түсіндіріп бергендіктен музейде де осылай көрсетеміз. Енді осылай жағдай болғандықтан біз қазір Таңсықбаев атындағы колледжде жұмыс істеп жатырмыз. Міне бірінші тартуда ортаны табу, бірінші несі ортаны тапқанда станоктың әртүрлі болады, аяқпен тебуді станок болады, мынандай моторы қосылған, негізгі мотормен еткендіктен сіздерге осы мотор арқылы сіздерге керамика несін, тарту несін түсіндіремін. Енді бірінші балшық дайындап алғаннан кейін балшықтың ортасын кесеміз. Кескеннен кейін ыдыстың көлемін шығарамыз. Қандай ыдыстарды мақсатқа алдымызға ескезеріміз бар, мынандай нелеріміз бар, заттарымыз бар, мысалы балаларға арналған. Осыған қарап тапсырма бойынша жұмыс істейміз. Енді бірінші тостақанды. Бүгінгі тостақанның енді осы бізге керекті заттардың бірі осы тостақанның тарту несін түсіндірем. Бірінші тартқаннан кейін астыңғы көлемін негізді келтіріп аламыз. Міне тарту кезінде мына нелердің қабырғаларын жөнге келтіреміз. Бәрі қабырғалар қолмен ақырындап жөндеп, керек емес ішкі балшықтарда мынандай неміз бар, губкамыз бар, ішіндегісін тазалап шығамыз. Оны алғаннан кейін тағы да арқай тартамыз. Астыңғы тостақанның несін көтеріп аламыз. Қабырға қарай астыңғы белгілерін жөндеп алғаннан кейін мынандай саймандарды, көптеген ағаш саймандарын балаларға түсіндіреміз. Музейде жүріп, музейдегілер кейбірде сұрақ қояды, қандай ағаштармен пайдалануға болады. Олар тартып болғаннан кейін музейде біз мынандай ағаштарды көрсетеміз. Не үшін керек? Қабырғаларды жөндеу үшін, міне. Артық кемдеу нәрселердің бәрін алып тастау үшін осындай ағаштарды пайдаланамыз. Bu da bir керек нәрсе. Енді айналдырып, үлкендеген көлеміне, қабырғасына қараймыз. Қабырғасын тексереміз. Губкамызбен тағы да тазалаймыз ішін. Міне, ішін әбден тазалағаннан кейін, жақсылап тазалағаннан тағы да тартамыз. Енді қабырғаларын тексереміз. Тостақанның көлемін қараймыз. Енді керек көлемін тауып болғаннан кейін ақырындап бәрін жөнге келтіреміз. Төменгі несін ағаш саймандарды пайдаланамыз. Міне, ағаш сайманды қоямыз, міне түбіне. Түбіндегін бәрін тартып тастаймыз, міне. Міне тартып, астында керек емесін алып тастадық. Енді не істейміз? Енді
қабырғаларын бәрін тексеріп болғаннан кейін музейде де осылай балаларға түсіндіреміз. Үйде негесің бәрін түсіндірсең, балалардың өздері көңілдері осы қышқа қарай тартып тұрады. Сондықтан барлығын біз тәптіштеп түсіндіреміз. Міне. Енді аяқтаған кезімізде мына губкамен бәрін тазалап бітіреміз. Енді бұл соңғы не болғандықтан губкамен тазалап тастаймыз. Болды, соғын тазалап әдемі көлемін бәрін тексеріп болғаннан кейін, астын бәрін тазалап болғаннан кейін, енді бұны аяқтаймыз. Аяқтағаннан кейін қолымызды сүртіп, енді мынандай сайманымыз бар. Сайманмен астын кесеміз де, міне, мына неге тақтайға апарып қоямыз. Міне дайын заттарды дайындап болғаннан кейін столға қойып балаларды шақырамыз. Балаларға музейде осы қалай ары қарай дамыту керек, қалай еңбектену керек, оның қол анау декорларын қалай жасау керегін түсіндіреміз. Сондықтан орындыққа отырып балаларға ары қарай түсіндіремін. Ол үшін бірінші құмған жасасақ, құмғанның несі бар? Қолға ұстайтын тұтқалары бар. Тұтқаларын жасаймыз. Ол дайын болғаннан кейін орнына қоямыз да дайын келесі затымызды аламыз. Міне. Келесі затқа тұтқа жасаймыз. Тұтқаның қандай несі бар? Маған мысалы кішкентай тұтқа керек. Үлкен тұтқа керек емес. Енді бұны бітіріп алғаннан кейін мына жерге несін дайындаймыз. Енді арғай барлық заттардың бәрін ақырындап көрсетіп болғаннан кейін мынандай заттар декоры бар, қолға ұстайтын тұтқалары бар, соларды енді жапсырамыз. Міне, енді жапсырғанда тура үлкендеу емес, көлемді бір бармаққа сиятындай қылып, міне мынандай жерге жапсырамыз. Жапсырып, ол кепкеннен кейін бармақпен жақсылап жапсырамыз. Мынандай саймандар бар, саймандармен ақырындап бәрін бармақ жетпейтін жерге осының бәрін дайындаймыз. Енді мынаны етіп болғаннан кейін мынандай тақтайшаларға ақырындап дайындаймыз. Бұны да оқып қоямыз, бұл кебе береді. Осы кебу уақытында біз үлгеруіміз керек. Енді тостақан ақырындап кепкен сайын оның сыртқы нелерін жөндеп алу керек. Бұған не жасау керек? Балаларға тапсырма береміз. Бұған қолда жасауға болады, бұған оюда жасауға болады. Сондықтан бұған біз кебу уақыт береміз, кепкенге дейін бұны тостақанның оюын жасаймыз. Сондықтан оюда алдын ала қағазға түсіріп аламыз ба, қолмен жасаймыз ба, оның барлығын біз тапсырмада келтіреміз. Ол үшін мынаған бірінші оюларды қалай жасайды? Жіңішке қылып, мысалы, жіңішке қыламыз да, біздің өзіміздің айыр неміз бар, оюларымыз бар. Мысалы, мынандай ою, мынандай оюлардан бастау керек. Балаларға бірінші қиындау емес оюлар, соны ақырындап міне жапсырамыз мынандай жерге. Үйсіп осындай оюлардың бір несін жасап алғаннан кейін бәрін дайындап қоямыз. Тағы да оның көлемін табу үшін бәрін балаларға алдын ала айтып қоямыз. Ең қиындау емес оюлар міне. Осы көлемде бәрін дайындаймыз. Соң барып жапсырамыз. Бірінші міне оюларды бірінші бет дайындап алдық. Ол оюларды арақашықтықтарын етуге болады. Ол үшін біз не істейміз? 4 оюды
дайындаймыз. Міне. Екеу. Бірінші төрт, негіден төртеуден бастаймыз. Төрт жаққа бірінші тепе-теңдік тауып аламыз. 10 балаларға алдын ала айтып қоямыз. Тепенді не деген. Міне. Енді мына жақта біреуін салдық. Осыған қарама-қарсы екіншісін саламыз. Міне, екіншісі. Оған тура ортасынан міне. Үшіншісін жапсырамыз. И төртіншісін қарама-қарсы. И ары қарай өйстіп толтыра береміз. Енді араларына басқа оюлар салуға болады. Ол оюлар қандай болуы мүмкін? Ол балаларға алдын ала тағы да тапсырма береміз. Ол қарындашпен салуы мүмкін, немесе қолмен салуы мүмкін. Тағы да дайындап аламыз, міне. Немесе домалақ түймелерді дайындап аламыз. Түймелерді дайындап алғаннан кейін, төрт түйме. Енді осы төрт түймені мына оюдың тура көз мөлшерімен етіп ортасына, міне. Бір түйме жапсырылды. Енді ортасына, міне, тура ортасына екінші түйме жапсырылды. Енді үшінші ортасын тауып, үшінші түйме, соғын төртінші түйме. Ол үшін бәрін дайындап алу керек алдын ала. Так, араға шықты. Міне. Бұны бітірген екен кебе береді. Енді жұмыстардың бәрін аяқталғаннан кейін балалардың жұмыстарын тексерем. Әр баланың жұмысын тексеріп болғаннан кейін қателігін жөнге келтіреміз, әңгімелесеміз. Бұрынғы заманда қандай ойларды пайдаланған, қазіргі қандай ойларың бар деген мағынада біз балалардың барлығын осы музейге келгендерді қызықтырып, осындай ойлармен аяқтап жұмысты кептіру жағын қандай жағдайда кептіреміз, қандай жағдайда аяқтаймыз, бәрін осы тапсырма бітіргеннен кейін аяғына дейін айтып, технологияның қандай жағдайда аяқталатынын айтып түсіндіреміз. Осындай мастер-классқа балалар мен ата-аналардың осындай музейге келіп, еңбектеніп, қызығып жатқандарына үлкен рахмет. Осы музейде келешекте кездесіп тұрамыз. Осындай жұмыстармен таныстырып тұрамыз. Музей мен осындай ұсталардың арасындағы қарым-қатынас, балалар мен ата-аналардың музей еңбекшілерінің арасындағы қарым-қатынас ұлғая берсін. Көп-көп сіздерге рахмет. Келешекте кездесе берейік.